Машһүр Жүсіп бір күні Баянауылға бармақ болып, жанына баласы Шарафиде мен сүйікті немересі Төлеубайды ертіп, ат арбасына атын жегіп, жолға шығады. Бозбай деген жерге жете бергенде, балаларының шөлдеп шаршап келе жатқанын сезген Машекең: «Алдымызда тұрған бос қыстаққа барайық. Сонда сендерді бір ауқаттандырып алайын» деп, өзі бастап бір иесіз үйге алып келеді. Үйге тақай бергенде 12-13 жасар немересі Төлеубай: «Ата, біздің алып шыққан тамағымыз жоқ қой» дейді. «Қазір не көрсеңдер де үндемеңдер, ештеңе сұрамаңдар. Асықпай әлденіп, сапарымызды жалғастырамыз» деп, Машекең төрге кіріп, жайғасып отырады. Атын байлап, соңынан балалары да кіреді. Сол уақытта атамыз бір дұғаны оқи бастайды. Кенет өзінен өзі есік ашылып, алдарына дастархан жайылады. Ұстап келе жатқан тірі жан көрінбесе де, ет салынған табақ, түрлі түсті тағамдарға толы ыдыстар келіп, дастарханға қойылды. Атамыз жақсы көретін өрік мейізі де бар. Шай құйылған кеселер келіп, босаған ыдыстар жоғары көтеріліп, ауамен қалқып есіктен шығып кете берді. Олардың қайдан келіп, қайдан кетіп жатқан түсінбеген Шарафиден мен Төлеубайдың қорқып, дұрыс тамақтан алмай отырғанын сезген Машекең: «Қорықпай, ішіп жеп, тойып алыңдар» деп, көңілі қалағанын жеп отыра берді. Тамақтанып алған соң, қыстауды артқа тастап, Машекең балаларын ертіп жолға шығады. «Жолшыбай, жаңа ештеңе ұқпаған боларсыңдар. Бізді тамақтандырған жын перілер ғой» дейді Машекең қысқа ғана. Машһүр Жүсіптің жын перілерді өз ырқына көндіріп, өзі қалаған тағамдарды алдырып, дастархан жайдыру әрине адам нанғысыз ғажайып іс.